Сексеннен асқан қариядан біреулер: «Көп жасадыңыз, дүниенің қызығы неде екен?» деп сұрапты. Сонда қария: сұрағандарың жөн. Менде не қалды дейсің? Ет кетті, сүйек қалды, тіс кетті, иек қалды. Алысқа көз жетпейді, аттыға түс өтпейді. Көксауыр кебіс кидім, төрге шыққаным жоқ. Сұлудың бетінен сүйдім, ерніме жұққаны жоқ. Жақсы ат міндім, тақымға жұққаны жоқ. Асылдан киім кидім, иығыма жұққан жоқ. Мына жалған өмірде атадан қалған сөз. Ынтымақ пен татулықтан асқан жоқ. Дүниеден тату тәтті өту ең бір ғанибет екен деген екен. Құлайтын бар өмірде, жылайтын бар. Пендеміз ғой мұндарын Құдай тыңдар. Күліп жүрген жандардың барлығы да тығылып жылайтындар. Көп ойланам, бақыт деген немене? Кеш болса да бақыт маған келеме? Ойлап жүріп өтіп кетті талай жыл. Не екенін енді білдім десем, жұртым сене ме? Күліп тұрып таңертең жайлы жатсаң сол бақыт. Қайғы мұңсыз қуанып аман жүрсең сол бақыт. Күліп кіріп қонағың күліп шықса сол бақыт. Әрбір таның арайлап күнің шықса сол бақыт. Балаларың сау болып аман жүрсе сол бақыт. Немерелер шуылдап ойнап күлсе сол бақыт. Дастарханда әр күні наның тұрса сол бақыт. Бауырларың айнала түгел болса сол бақыт. Не ішем, не жеймін деп қиналмайтын отбасылар бар. Бірақ отбасында береке, иман жоқ. Балалары сыймайды. Ал енді үйінде ішерге асы жоқ отбасылар бар. Бірақ үйінде береке, иман, бірлік бар. Нағыз байлық ақша емес, нағыз байлық иман, сыйластық. Ешкімге айтар өкпем жоқ, ешкімде есем кеткен жоқ. Біреулерге қолым жетпесе, біреулер маған жеткен жоқ. Біреулерге біздегі бақыт қымбат, біреулерге сендегі сынақ салмақ. Сендегі өмір біреулерге арман болса, саған да сол өзгенің заты қымбат. Есіңді жи, бұл өмір бізге сынақ. Өмір жайлы сұрай бермес сен менен. Өмірді мен әлі зерттеп көрмеп ем. Өмір жайлы білгің келсе, қартқа бар. Қан майданнан жалғыз ұлы келмеген. Жесір келін бір нәресте көрмеген. Жетім шалды бала орнына тербеген. Өмір жайлы не түсінем мен деген. Өмір жайлы сұрай бермес сен менен. Өмір жайлы білгің келсе қартқа бар. Өміріне кегі кеткен өлмеген. Жалған айып танылғанда көлденең. Ақиқаттың аппақ туын бермеген. Содан сұра өмірді. Не көрдің, нені сездің, не білдің? Неге ақылды ақымақтан жеңілді? Біреу жылап, біреу неге көңілді? Содан сұра өмірді. Кейде күліп қуанғым келеді, кейде ашумен жылағым келеді. Шерімді тарқатып, жан досыммен Алладан көмек сұрағым келеді. Өмірден қатты қиналған кезде өзімді ұстап шыдағым келеді. Ренжітіп алсам жақындарымды, олардан кешірім сұрағым келеді. Алланың неткен құдіретті, күшті. Сынымен бірге сыйын да береді. Жақсылықты да жамандықты да көтере білген қолына береді. Сен асыққан екен деп Алла өмірін өзгертпес. Кедейлік ер жігітке намыс емес. Жоқ болсаң туысыңда таныс емес. Суық үй, арық соғым, жаман әйел, үшеуі кедейліктен алыс емес. Бірде тәтті, бірде ащы өмір деген. Сәл нәрседен қалады көңіл деген. Сыйластықта болайық жақсыларым, мәңгі өмір ешкімге берілмеген.
Әкесі өлейін деп жатып баласын шақырып алып, соңғы сөзінде: «Балам, менің бір тілегім бар, орындайсың ба?» депті. Ажал аузында әке тілегін орындамайтын бала кемде-кем. «Орындаймын, әке. Ендеше менің аяғымдағы жыртық нәскиімді шешпей жерлет, және мына қағазды жерлеп болған соң оқы. Оған дейін оқыма» депті. Шал өлді. Жерлеу рәсімі басталғанда баласы: «Әкемнің соңғы сөзі еді, нәскименен жерлейік» деп өтінеді. Бірақ шариғат заңы бойынша қалай дүниеге келді, солай жерлейтіндіктен молдалар және туысқандары келіспеді. Содан әкесін жер қойнына тапсырған жігіт оңаша жерге барып қағаздағы жазуды оқиды. «Балам, өзің көргендей мен о дүниеге жыртық нәскиді де алып кете алмадым. Дүниеге көп құныға берме» деген екі жол жазуы ғана бар екен әлгі қағазда. «Ұра берсең ұлың сенің жасқанады, жасқаншақты басынады басқалары, қол көтермей тәрбиелесең ақыл айтып, ақылмен ертең елді басқарады. Ала білсең өмірінен бар тынысты, үйрете түс сабыр шыдам талпынысты».